Ебін тапқан өтті, шын білімді шаңға ауып қалды. Алматыда 165-ші мамандандырылған лицейіне өтуге емтихан тапсырған оқушылардың ата-аналары осылай шу шығарды. Олар іріктеудің әділ өткеніне күмән келтіріп отыр. Айтуларынша, балы аз болғандар қорытынды жарияланғанда жоғары ұпаймен өткен. Бұл жағдайға қатысты директор өз жауабын айтып ақталды. Қазір арнайы құрылған комиссия барлық емтихан тапсырған оқушылардың жұмысын қайта қарап жатыр. Толығырақ әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндайды. Почему вы должны аннулировать? Нет, я сказала аннулировать, да. Вы говорите, да. Ашуға булыққан ата-аналар екіге бөлінген. Бірі емтиханның әділетсіз өткенін алға тартса, екіншілері сынақта іріктелген балаларының балын олардың кесірінен жоққа шығармауды қалайды. Даудың басы емтихан қорытындысы жарияланғанда басталды. Қабылданмаған балалардың арасында 0, 1, 2 сондай нәтижелермен балалар болды. Олар сосын біраз уақыттан кейін жаңағы қабылданған балалардың арасында табылып қалды. Емтиханды қайтадан тапсыру керек. Сосын емтиханға сыртқы мұғалімдерді тапсыру керек. РФМШ-дан және болмаса ниш мектептерінен. 165-ші мамандандырылған лицей математика бағытына басымдық береді. Білімімен мыңды шығарларды жылда іріктейді. Биыл 700-дей оқушының арасынан 97-сі суырылып шыққан. Бірақ ол қорытынды көбінің көңіліне жақпады. Мектеп директоры емтихан қорытындысындағы 3 тізімнің араласуын техникалық ақауға сілтейді. Бізден қателік кетті, администрация жағынан техникалық қателік, оған бала жауапты емес. Маған енді мына екінші жағынан сол тізімге дұрыс енгізілмеген ата-аналардан да бүгін бірнеше заявление түсіп жатыр. Бірақ мен мұғалімдеріме сенемін. Бір ғана қате кеткені сол публикация жасаған кезінде бір файлдың қате кеткені. Бір қателік біразын байбаламға салды. Бірсыпырасы емтихан қорытындысы жоққа шықсын, қайта өтсін дегенмен олай болмайтынын директор қадап айтты. Қазір арнайы құрылған комиссия барлық жұмысты майшаммен қарауда. Егерде әділетсіз бал қосылды, я қосылмады деген жайт анықталса, жекелей шешім қабылданбақ. Асқарбек Қазанғап, Фарид Якупов, КТК, Алматы.